Видеомонтаж жасау өте үлкен ұғым. Себебі бұл термин жай ғана видеоны қырқудан бастап, Голливудтың миллиардтаған доллар табыс әкелетін фильмдеріне де қолданылады. Сәйкесінше, видеомонтаж жасайтын бағдарламалар да атқара алатын функцияларына қарай алуан түрлі болып келеді. Әрине, ұстаздар қиын фильмді монтаждамауы мүмкін, бірақ видеомен жұмыс жасаудың қарапайым дағдылары өте қажет болады. Біз ұстаздарға Movavi бағдарламасының өнімдерін ұсынған болатынбыз. Осы видео сабақта бағдарламаның көмегімен видеомонтаж жасауды көрсетеміз. Ол үшін Movavi Video Suite бағдарламасының избранные блогындағы редактирование видео бөліміндегі новый проект батырмасын басыңыз. Сонда сізде видеоны монтаж жасау терезесі ашылады. Негізінен видеоны монтаж жасауға арналған бағдарламалар функцияларына қарай әртүрлі болғанымен бір-біріне өте ұқсас жұмыс жасайды. Сондықтан сіз монтаж жасаудың негізгі амалдарымен танысып алсаңыз, кез келген монтаждау бағдарламаларын тез үйреніп алуға болады. Movavi бағдарламасында монтаж жасау өте қарапайым амалдармен жүзеге асады. Мұнда 5 негізгі аймақ бар. Бірінші аймақта 6 бөлім болады. Бұл бағдарламаның жұмыс жасау барысындағы функцияларын көруге болатын негізгі бөлімдері. Ал екінші аймақта әрбір бөлімге кіретін функциялардың тізімін көруге болады. Үшінші аймақта сәйкесінше әрбір функцияның медиа файлдарын, тексттерінің түрлерін, әртүрлі эффектілерді, фигураларды және тағы басқаларды сурет түрінде көре аласыз. Кейбір медиа файлдарды бір ғана батырманы басу арқылы интернеттен жүктеп алу қажет болады. Бұл өте ыңғайлы. Төртінші аймақ видеомонтаж барысында жасалып жатқан әрбір амалды визуалды түрде бақылап отыруға арналған. Ал ең соңғы бөлім бұл видеомонтаждың ең негізгі аймағы. Мұнда видеоны қырқу, біріктіру, әуенмен әрлеу, тексттер орнату, қысқасы монтаждаудың барлық амалдары жасалады. Видеомонтажды жасауда шебер болу үшін осы аймақтардың барлығымен жақсы таныс болуыңыз керек. Себебі бұл аймақтардың барлығын білу өте маңызды. Келесі видео сабақта видеомонтаждауға қажет ең негізгі 5 амалды жасап көрсетеміз.